Ораза тәуліктің күндізгі уақытында ауыз бекіту. Исламның негізгі 5 парызының үшіншісі. Ораза ұстаған адам таң атқаннан күн батқанға дейін ниетін бекітіп, ішіп-жеуден, басқа да оразаны бұзатын нәрселерден аулақ болуы керек. Мұсылмандарға Рамазан айында ораза ұстау парыз. Рамазан адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы. Бекем тұтынатын дәлел ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Рамазан айы туғанын көрген адам ораза ұстасын. Кімде-кім ауру болып, әйтпесе сапарда жүрсе, онда басқа күндерде өтесін. Алла сендерге жеңілдік болуын қалайды, ауырлық түсіргісі келмейді. Деген аяттарда парыз оразаның мәні, негізгі сипаттары, уақыты, қазасын өтеу жайлы айтылады. Ораза шартты ғибадат болғандықтан оны парыз ретінде кімнің орындауға міндеттілігі немесе кімдердің босатылатыны, қабыл болу болмауының шарттары, бұзылатын немесе бұзылмайтын жағдайлары шариатта бекітілген. Ораза адамның рухани интеллектуалдық өсуіне, тақуалыққа жетіп, Құдайға жақындай түсуіне ықпал ететін ғибадат екендігі жайлы көптеген хадистер бар. Ораза адам нәпсісін тыйып, рухани өсуге, өз бойындағы жаман әдеттердің арылып, көркем мінезін тәрбиелеп қалыптастыруға мүмкіндік беретін ғибадат. Қазақ дәстүрлі қоғамында ораза ғибадатын өтеуге байланысты ислам әдебімен орайлас халықтың тұрмыс салтына етене болып қалыптасқан игілікті дәстүрлер бар. Пайғамбар өсиетіне сай оразаның мұстахабын орындаса сауап, орындамаса күнәсі жоқ. Орындау үшін таң сәресін шүйіркелесіп ішу отбасының берекесін кіргізеді. Рамазан айында өзара ауызашарға шақырысу дәстүрге айналған. Хадистерде ораза кезінде мұсылманның өзін-өзі тәрбиелеп, мінез-құлқын қалыптастыруының негізгі шарттары белгіленген. Аузы берік адамның бос сөзден, орынсыз әрекеттерден бойын аулақ салып, жаман істерден тыйылуы, ғибадатын арттырып, бос уақытын дін іліміне тереңдеп, зікір, салауат айтумен өткізуі абзал. Бұл да оразаның сауабын арттыратын амалдар. Оразаның қоғамдағы пайдасы жаратушы мен адамдар мен әлем арасындағы түсіністік артып, мейірім артады. Адамдар ырзық несібесінің қадірін түсініп, дәулетті мен жоқ-жітік арасында байланыс орнайды. Парыз, оразадан басқа уәжіп, сүннет, мұстахаб, мүндәп, нәпіл, мәкру оразалар бар. Ораза белгілі бір себеппен бұзылған жағдайда қазасын өтеуге болады. Ал себепсіз қасақана бұзылған ораза өтеуіне кафарат оразасын тұтынады. Ораза бір нәрседен алыстау. Шариғат терминінде ораза ұстауға күші жеткен адамның ниет етіп, екінші шанақтан бастап күн батқанға дейін оразаны бұзатын нәрселерден сақтануы. Ораза белгілі бір уақыт ішіп-жеуден, нәпсі қалауларынан тыйылу. Мұның парызы ішіп-жеу мен құмарлық сезімдерден сақтану. Оразаның парыз болуы. Рамазан оразасы исламның 5 парызының біреуі. Оған Құран мен сүннет дәлел. Құранда Аллах тағала былай дейді: «Ей иман еткендер, сендерге бұрынғыларға парыз етілгендей ораза парыз етілді». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Ислам 5 нәрседен тұрады. Аллахтан басқа Құдай жоқ екеніне, Мұхаммедтің Аллахтың құлы және елшісі екеніне куәлік ету, намаз оқу, зекет беру, Рамазан оразасын ұстау, шамасы келгендерге қажылыққа бару» деген екен. Оразаның парыз болу шарттары. Бірінші, мұсылман болу. Ораза мұсылмандарға парыз, сондықтан жаңа мұсылман болған жандарға өткен жылдардағы ораза секілді ғибадаттарына қаза керек емес. Олардың бейне бір жаңа туған сәбидей барлық күнәсі кешіріледі. Құранда Аллах тағала күпірлік еткендерге егер олар жамандықтан тыйылса, өткен күнәлары кешіріледі, ал егер олар қайталаса, сонда өткендегілердің де үкімі орындалады деген. Екінші, балиғат жасында болу және ақыл есі түзу болу. Бала мен ақыл есі ауысқан, талған адамға немесе мас адамға ораза ұстау парыз емес. Бұлардың санасы толық болмағандықтан мұндай әмір оларға жүктелмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: 3 адамға қалам жазылмайды. Балиғат жасына жетпейінше балаға, ақыл есі түзу болғанға дейін ақылы нұсқанға, оянғанға дейін ұйқыда жатқан адамға. Яғни сана аса маңызды. Аллахтың өмірі саналы жандарға келген. 7 жасқа кірген кезде оразаға күші жететін қыз бала мен ер балаға ата-анасы ораза ұстатып үйрету керек. Мақсат балаларды оразаға баулу. Ақыл есі кемтар мен есінен танып қалған адамдар уақытша болса да оларға ораза парыз емес. Ақылы орнына келсе, қазасы өтелмейді. Үшінші,
Ораза ұстауға күші жету және тұрғын болу. Науқас немесе жолаушыларға ораза парыз емес, бірақ ораза ұстаса, оразасы дұрыс. Ал ораза ұстамаса, басқа күндері оразасын қаза етеді. Құранда олар жөнінде былай дейді: ораза санаулы күндерде кімде-кім науқастанса яки жолаушы болса, басқа күндері өтесің. Кәрілік жасқа келіп, ораза ұстауға шамалары келмеген жандарға ораза парыз емес. Сонымен қатар хайыз, нифас кезіндегі әйелдер және өзі немесе баласына зиян тиюі ықтимал екі қабат әйелдер мен бала емізген әйелдерге де парыз емес. Кәрі адамдар ораза орнына пидия береді. Олар оразаның қазасын да өтемейді. Жолаушыға келсек, ол 90 шақырымнан аса жерге жолаушылап шықса, жолаушы саналып ораза ұстамауына рұқсат. Бірақ кейін ұстамаған күндердің қазасын өтейді екен. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.